Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін карамельный пирог дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды шекер, жұмыртқа салып, шанышқының көмегімен немесе миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнымызды разрыхлителі салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Қамырымызды формочкаға салып, айналасындағы бортиктарын шығарып аламыз. Қамырымыздың бортиктарын шығарып болған соң шетке алып қоямыз. Енді ішіндегі салмасын жасаймыз. Салмасына керек заттар қаймақ және сгущенка. Жұмыртқаларымызды салып, блендердің көмегімен немесе миксермен араластырамыз. Дайын болған салмамызды формочкамызға құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогымызды салқын жерге 3-4 сағатқа қойып қоямыз.